Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа қатысушылар. Жұмысымызды бастайық. Депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. Құрметті сенаторлар, күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібін жобасы сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасының үкіметі мен білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы ЮНЕСКО аясында мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығын құру туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы. Баяндама жасау үшін сөз мәдениет және спорт министрі Райымқұлова Ақтоты Рахметоллақызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар. Қазақстан Республикасының үкіметі мен білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы ЮНЕСКО аясында мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығын екінші санат құру туралы келісімді ратификациялар туралы Қазақстан Республикасы заңы жобасының мақсаты Алматы қаласында мәдениеттерді жақындастыру орталығы мемлекеттік музей республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның негізінде ЮНЕСКО-ның қамқорлығы мен мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығының екінші санатты жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады. 2015 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ЮНЕСКО-да Қазақстан Республикасының бастамашылығымен және Біріккен ұлттар ұйымының Бас ассамблеясы жариялаған мәдениеттерді жақындастырудың халықаралық 10 жылдығын өткізу шеңберінде ЮНЕСКО-мен бірлесіп мәдениеттерді жақындастырудың халықаралық институтын құру туралы ұсыныспен сөз сөйлеген болатын. Аталған идеяны іске асыру үшін жоспарлы жұмыстар жүргізілді. Осылайша, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2015 жылғы қаулысымен мәдениеттерді жақындастыру орталығы мемлекеттік музейі құрылды. Бүгінгі күні орталықтың басшысы болып Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті қазақ ақыны, жазушы, әдебиет танушы, Невада Семей антиядролық қозғалысының негізін қалаушыларының бірі Олжас Омарұлы Сүлейменов табылады. 2017 жылғы қарашада ЮНЕСКО-ның бас конференциясының 39-шы сессиясы отырысында орталыққа ЮНЕСКО-ның екінші санаты мәртебесі берілді. 2019 жылғы маусымда Қазақстан Республикасының үкіметінің ЮНЕСКО арасында ЮНЕСКО-ның екі санаттағы мекемесі мәдениеттерді жақындастырудың халықаралық орталығын ұйымдастыру туралы келісімге қол қойылды. Келісімді ратификациялау мәселесі осы жүргізілген жұмыстардың қисынды аяқталуы болып табылады. Осы тұрғыдан жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, берілген шартты ратификациялау еліміздің халықаралық деңгейде орнықты дамуына ықпал ететін болады. Орталық этностардың, мәдениеттер мен діндердің шығу тегі саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуге, мәдениетаралық қоғамдардың және олардың бірегейлігінің қалыптасуына, бейбітшілік пен тұрақты даму мүддесінде мәдениетаралық диалог құндылықтарын таратуға бағытталған халықаралық ынтымақтастыққа арналған бірегей платформа болады. Мәдениеттерді жақындастыру орталығына ЮНЕСКО-ның екінші санаты мәртебесін беру еліміздің ұлттық мүдделеріне жауап береді. Қазақстан Республикасы үшін саяси және әлеуметтік пайдалы ЮНЕСКО жүйесінде біздің бастамаларымызды іске асыруды тиімді ілгерілетуге ықпал етеді.
ЮНЕСКО мен жасалған келісімге сәйкес Қазақстан Республикасының үкіметі 2018 жылдан бастап жыл сайын орталыққа оның бағдарламалары мен іс-шараларын іске асыру үшін қажетті мөлшерде қаражат бөліп келеді. Заң жобасын қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржылық шығындарға, сондай-ақ теріс әлеуметтік экономикалық немесе құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Қолдауларыңызды сұраймын, назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые депутаты. Мой вопрос адресован представителям Министерства образования и науки, а также Министерства культуры и спорта. В обозначенных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым основных постулатах реализации программы духовного возрождения Балашак Хабагдар Рухани Женгару «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» говорится о том, что культ образования должен быть всеобщим. Образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставит первоочередную задачу о необходимости проведения последовательной работы по развитию человеческого капитала. У меня вопрос. Какие основные проекты в плане идеологической работы Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО будут направлены на развитие образования молодежи, на ее отношение к культуре, обычаям, традициям, как важнейшим формам воспитания казахстанского патриотизма? Спасибо. Ақтоты Рахметоллақызы, өзіңіз жауап бересіз ғой? Спасибо большое за вопрос. На самом деле основной целью, как было сказано, продвижение нашей культуры, также науки, образования на международном уровне. Одним из целей этого центра являются именно эти цели. И, конечно, программа Рухани Жаңғыру и реализация основных постулатов, которые в ней обозначены, являются основными направлениями работы Центра сближения культур на сегодняшний день второй категории. Также целью Центра сближения культур является изучение, сохранение многовекового опыта многонационального сосуществования и взаимообогащения культур стран Центральной Азии, также культур народов, которые населялись на пути Великого Шелкового пути. С 2017 года Центром проведено очень много мероприятий, в том числе для образования молодежи, для продвижения наших основных программ. Это сакральная культура, сакральная география, также духовные святыни, которые являются основополагающими программами, которые курирует Министерство культуры и спорта. На самом деле изучение истории Великого Шелкового пути является основным направлением в работе Международного центра, как я уже сказала, и по итогам этих проведенных работ ежегодно проводятся отчеты. На сегодняшний день с Министерством образования с Министерством образования и науки Республики Казахстан нами разработаны программы, которые будут реализованы в рамках проектов по части археологии, изучения, по части языкознания и взаимообогащения, взаимопроникновения лингвистических особенностей каждого народа. А также мы знаем, что сейчас основная идея, которая была высказана президентом нашей страны, путь к развитию через знания, через взаимообогащение, через знания. Поэтому на сегодняшний день сотрудничество с научными, культурными, образовательными центрами Центральной Азии является приоритетными в работе Центра сближения культур второй категории ЮНЕСКО. Рахмет, Ақтоты Рахметоллақызы толыққан жауап берді деп ойлаймын бұл сұраққа. Әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Ақтоты Рахметоллақызы, рахмет сізге, орныңызға отырыңыз. Рахмет. Қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы Мұрат Бақтиярұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Маулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер, талқыға түсіп отырған заң жобасының мақсаты туралы министр Ақтоты Рахметоллақызы жан-жақты баяндап берді.
жасалып жатқан келісім ЮНЕСКО аясындағы халықаралық мәдениеттерді жақындастыру орталығының Алматы қаласындағы мәдениеттерді жақындастыру орталығы мемлекеттік музейі республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның базасында жұмыс жасауға бағытталған. Бұл орталық ЮНЕСКОның бас конференциясының 36-шы сессиясында қолдауға ие болған Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО аясында мәдениеттерді жақындастырудың 10 жылдығын өткізу туралы бастамасына үлкен қолдауды қамтамасыз етеді. ЮНЕСКО аясында мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығын құру туралы келісім еліміздің үкіметі мен ЮНЕСКО арасындағы ынтымақтастықтан туындайтын шарттар мен ережелерді, сондай-ақ тараптардың құқықтары мен міндеттемелерін халықаралық құқықтық тұрғыдан рәсімдеп, орталық Азияда дінаралық және мәдениетаралық диалог мәселелері жөніндегі зерттеулер жүргізуге жәрдемдесетін және білім өндірісіне үлес қосатын болады. Әлем мемлекеттерінің өзара бөліп тұратын шекараларға қарамайтын және әрбір ұлттың тұрақты даму көзі болып саналатын олардың алуан түрлі мәдениеттері. Сондықтан жалпы адамзаттық мазмұны бар өркениетаралық үн қатысудың негізінде сан алуан түрлі рухани құндылықтарды ЮНЕСКО сияқты халықаралық ұйым аясында байланыстыру біздің еліміз үшін өте тиімді деп есептейміз. Келісімнің барлық ережелері Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне қайшы келмейді. Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарларға әкеп соқтырмайды. Заң жобасы бойынша жұмыс тобының отырысы, комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді. Сенаттың барлық комитеттері заң жобасына қатысты оң қорытындыларын берді. Құрметті әріптестер, осы баяндалғанның негізінде аталмыш заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет, Мұрат Бақтиярұлы. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма? Жоқ, олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Келісімді ратификациялау туралы заң қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Осы заң бойынша шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі екінші мәселе Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексі туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы. Баяндама жасау үшін сөз ұлттық экономика министрі Ерғалиев Әсет Арманұлына беріледі. Құрметті Маулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, сіздердің назарыңызға 2017 жылғы 11 сәуірдегі Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексі туралы шартқа өзгерістер енгізу жөнінде хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылып отыр. Армения Республикасындағы заңнамалық өзгерістерге байланысты Армения Республикасы шартқа өзгерістер енгізу туралы мәселеге бастамашылық жасады. Түзетулер лауазымды тұлғалар тізбесі бойынша кедендік жете тексеруге қатысты. Бұл лауазымды тұлғалар атауларының заңнамалық өзгерістеріне байланысты халықаралық шарттар туралы заңға сәйкес хаттама ратификациялауға жатады. Хаттаманы ратификациялау теріс әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқпайды. Ұсынылып отырған заң жобасын қолдауыңызды сұраймыз. Назарыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Заң жобасы бойынша сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. Көп рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым ұлттық экономика және әділет министрліктеріне. Ұсынылып отырған хаттама Армения Республикасындағы конституциялық өзгерістерге байланысты кедендік тексерістен босатылатын лауазымдық қызмет иелерінің тізімін кеңейту, яғни Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік кодексінің 321 бабына өзгерістер енгізіп отыр. Алайда, заң жобасымен бірге ұсынылып отырған қосымша құжаттарда ұлттық заңнаманы ратификациядан өткелі отырған хаттамаға сәйкестендіруге қатысты толық ақпарат пен нақты ұсыныстар жоқ. Сондай-ақ, хаттамада көрсетілген лауазымды қызмет иелері Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы заңның 406 бабының 2 тармағының 5 тармақшасында қарастырылған тізімге кірмей отыр. Осыған орай, жоба әзірлеушілерінен қаралып отырған заң жобасы бойынша қосымша ақпарат сұрауға мәжбүр болып отырмыз. Сұрағым мынадай.
Бірінші, ұлттық экономика министрлігіне. Осы тәрізді заң жобаларын әзірлеу барысында халықаралық міндеттерді қабылдаудың ұлттық заңнамаға қатысты қатері мен әсері қандай болады деп болжана ма? Ал әділет министрлігіне сұрақ. Халықаралық шарттарды ратификациялау бойынша заң жобаларын мазмұнды және сапалы әзірлеуді күшейтуге бағытталған шаралар қабылдау жоспарыңызда бар ма? Өйткені сұрап отырған себебім мынау. Конституцияға сәйкес дәл осындай халықаралық шарттардың ұлттық заңдарымыздың алдында басымдығы бар. Осы екі сұраққа жауап берсеңіз. Әсет Арманұлы, жауап беріңіз. Рахмет сұрағыңызға. Осындай заң жобаларын әзірлегенде барлық тәуекелдер мен салдар ескеріледі. Сондай-ақ елдің әлеуметтік экономикалық даму әсері есептеледі. Осы айтылған ұсынысқа байланысты келешекте осы жұмыстарды жетілдіретін боламыз. Жақсы, рахмет. Сөз Азамат Қалдемеденұлына беріледі. Саламатсыздар. Сұрағыңызға рахмет. Сіздің сұрағыңыз өте маңызды. Қазіргі таңда Сенатта норма шығару бойынша, мәселелер бойынша заң жобасы қарауда. Аталған мәселе осы заң жобасында көрсетілген. Рахмет. Құрметті әріптестер, сенаторлардың сұрақтарына кішкене толыққанды жауап берсеңіз де дұрыс болады келесі жолы. Жақсы ма? Нақты жасалып жатқан жұмыстар, қандай мәселелер бар, қандай ойларыңыз бар, қандай түйткілдер бар. Сондықтан енді сұрақтар болған кезде кішкене дайындалып, жан-жақты былай енді айтып бергендеріңіз дұрыс болады. Жақсы ма? Жақсы. Келістік. Басқа сұрақтар жоқ. Рахмет, Әсет Арманұлы, орныңызға отырыңыз. Слово для содоклада предоставляется члену комитета по финансам и бюджету Карплюку Сергею Алексеевичу. Рахмет, уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые коллеги. Как уже было отмечено докладчиком, протоколом вносятся изменения в пункт 2 статьи 321 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где закреплен перечень лиц, в отношении которых предусмотрено освобождение от применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля. В целом, предоставление иммунитетов и привилегий для глав государств и правительств при пересечении государственной границы и их нахождении на территории зарубежных государств является общепризнанной мировой практикой. Данный законопроект соответствует Конституции Республики Казахстан, не противоречит закону Республики Казахстан о правовых актах и другим законодательным актам. Уважаемые депутаты, в ходе рассмотрения законопроекта проведены заседания рабочей группы, комитета и расширенные заседания комитета. Постоянные комитеты Сената, парламента замечаний и предложений по законопроекту не имеют. С учетом изложенного, Комитет по финансам и бюджету в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует принять закон Республики Казахстан о ратификации протокола о внесении изменений в договор о таможенном Кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, одобренный Мажилисом парламента. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Алексеевич. Әріптестер, заң жобасын талқылауға қатысатын депутаттар бар ма? Жоқ. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Осы заң бойынша шақырылған азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, үшінші мәселе. Евразиялық экономикалық комиссияның бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларының сақталуын бақылау жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде құпия ақпаратты қорғау тәртібі және оны жария еткен үшін жауаптылық туралы келісімге Армения Республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы. Баяндама жасау үшін сөз бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Жұманғарин Серік Мақашұлына беріледі. Көп рахмет. Құрметті Маулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар.
Еуразиялық экономикалық одақтың құрылғанына 5 жыл болды. Осы кезеңде Еуразиялық экономикалық одаққа Армения Республикасы мен Қырғыз Республикасы да қосылды. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде мүше мемлекеттер үшін монополияға қарсы заңнаманы жақсарту бөлімінде бірыңғай үйлестірілген саясатты жүргізуге қолайлы жағдайлар жасалды. Еуразиялық экономикалық комиссия бәсекелестіктің жалпы қағидаларын сақталуына, оның ішінде егер бұл бәсекелестікке теріс ықпал ететін болса, трансшекаралық нарықтағы бұзушылықтардың жолын кесу бойынша бақылауды жүзеге асырады. Еуразиялық экономикалық комиссия трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларын бұзылуы туралы өтініштерді қарау, тергеу жүргізу және істерді қарастыру кезінде құпия ақпаратты қорғау тәртібі және оны жария еткені үшін жауапкершілік туралы құпия ақпарат келісім нормаларымен қорғалады. Бұл келісімге 2014 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасы, Ресей Федерация және Беларусь Республикасымен бірлесіп қол қойылған. Ратификацияланатын хаттамаға сәйкес Армения Республикасы келісімге қосылады. Армения Республикасының осы келісімге қосылуы, оның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің субъектілеріне қатысты трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларын сақталуын бақылау жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссияның өкілеттігін іске асыруға толық құқықты қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызға сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Заң жобасының аясында Арменияның Еуразиялық экономикалық комиссияның бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларының сақталуын бақылау жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде құпия ақпаратты қорғау тәртібі және оны жария еткен үшін жауаптылық туралы келісімге қосылу қаралып отыр. Осы аталған келісімнің ішінде таратылуы шектеулі құжаттармен жұмыс істеу тәртібін бұзу экономикалық комиссияның кінәлі қызметкерлерін тәртіптік жауаптылыққа тарту үшін негіз болып табылады делген. Сондай-ақ қызметкерлер тарапынан құпия сипаттағы мәліметтерді қызметтік міндеттерден тыс пайдалану және оны жария ету, комиссия алқасының мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын босату, комиссия қызметкерін жұмыстан босату, кінәлі азаматтарды азаматтық құқықтық, сондай-ақ әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін негіз болатындығы көрсетілген. Сұрақ: қандай сипаттағы мәліметтер құпия мәліметтерге жатқызылған? Бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларының сақталуын бақылау бойынша өкілетті тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту жағдайлар болды ма? Олардың арасында Қазақстанның өкілдері бар ма? Рахмет. Серік Макашұлы, жауап берсеңіз. Жалпы айтқанда, мына бір түсініктеме берейін. Осы жаңа келісім шарттың маңыздығы неде екен? Мысалы, әрбір өкіл жұмысқа кіргенде Еуразиялық экономикалық комиссияға еңбек шартқа қол қойғанда бірден 2014 жылы Еуразиялық экономикалық одақтың кеңесімен бекітілген тәртіп бар. Мына жаңа құпия ақпаратпен қалай пайдалану үшін. Сол тәртіппен енді міндеттеме таныстым деген қағазға да қол қояды. Бірақ сол тәртіптің 9-шы бөлімі тек мына бүгінгі келісім шарт ратификацияланғаннан кейін күшіне енеді. А онда не жазылып тұр? Онда қалай, мысалы, бұзушылықпен жарияланса, мына құпия ақпарат, қалай өкілдер жазаға тартылатынды, жауапкершілікке тартылатынды жазылған. Сол себепте қазір, мысалы, Арменияның өкілдері, мысалы, таратса да, біздер оларды жауапқа тарта алмаймыз. Себебі, мына келісім шартта жазылып тұр, олар өздерінің ұлттық заңнамасы арқылы тартылады. Қандай ақпарат жаңағы құпия ақпаратқа жатады? Ол әрине өзінің құпия ақпараттың иесіне байланысты. Бірақ жалпы айтқанда, ол деген коммерциялық ақпарат, банктық ақпарат, біздің мына жеке тұлғаларымыздың дербес деректері басқа да. Әрине олар ертең таратса, мысалы рұқсатсыз таратылса, ертеңгі бизнес субъектілерінің жұмысына әсер етуі мүмкін. Сол себепте өте маңызды келісім шарт деп есептейміз біздер.
Сонда біз енді дұрыс түсінсек, жауаптылық бар, бірақ әр мемлекет өзінің ішкі заңнамасы негізінде сол жауапқа тартады ғой, ақпарат таратқан үшін. Біраз түрі бар жауапкершіліктің. Бірінші тәртіптік, әрине. Тәртіптік жауапкершілік, дисциплинарный ответственность дейді. Былай жалпы айтқанда, екіншіден әкімшілік, онда әрине ескерту, сөгу бар ішінде. Үшіншіден қылмыстық та бар ішінде. Мысалы, мемлекеттік құпия болса, әрбір мемлекеттерде өздерінің енді қылмыстыққа да тартуға мүмкіншілігі бар соның ішінде. Рахмет. Басқа сұрақтар жоқ. Рахмет, Серік Макашұлы, орныңызға отырыңыз. Рахмет. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. Құрметті Маулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, бүгін қаралып отырған заң жобасының мақсаты 2014 жылы 12 қарашадағы Еуразиялық экономикалық комиссияның бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларының сақталуын бақылау жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде құпия ақпаратты қорғау тәртібі және оны жария еткені үшін жауаптылық туралы келісімге Армения Республикасының қосылуын заңдық тұрғыдан ресімдеу болып табылады. Заң жобасының негізгі міндеті Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің субъектілеріне қатысты бәсекелестіктің жалпы қағидаларының сақталуын бақылау жөніндегі өкілеттіктерді іске асыруға Армения Республикасының қатысуын қамтамасыз ету. Заң жобасы бойынша тиісті жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді. Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ. Баяндалғанды ескере келе экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті парламент мәжілісі мақұлдаған заң жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 61 бабының 4 тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Дәурен Зекенұлы. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар бар ма? Жоқ. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығардыңыздар. Заң қабылданды. Осы заң бойынша шақырылған азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, 4-ші мәселе. Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Сербия Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы. Баяндама жасау үшін сөз сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Маулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар. Назарларыңызға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен Сербия Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісім ұсынылады. Қазақстан, Беларусь және Ресейде Сербия Республикасымен еркін сауда туралы шарттар бүгінгі таңда қолданылады, бірақ олар екі жақты түрде жасалған. Алайда Армения мен Қырғызстан осындай келісімдерді жасаспады. Осы келісіммен Еуразиялық экономикалық одаққа 5 мүше мемлекеттерінің Сербиямен бірыңғай сауда режимі орнатылады. Жаңа келісімде Қазақстан, Беларусь пен Ресейде басшы саудамен қарастырылған тауарлар тізбесі ұлғайтылады. Осылайша Еуразиялық экономикалық одақ елдері Сербияға ірімшік, алкогольдік ішімдіктер және темекі тауарларын бажсыз жеткізе алады. Осыған дейін бұл тауарларға импорттық баж салықтар салынған. Ішкі нарықты қорғау мақсатында Еуразиялық экономикалық одақ құс етін, қантты маталарды, алкогольді ішімдіктерді, темекіні әкелуге, сондай-ақ компрессорлар мен моторлы көлік құралдарды сияқты бірқатар өнеркәсіп тауарларына импорттық баж салықтарын қолдауды сақтайды. Жаңа келісім дүниежүзілік сауда ұйымының ережелері негізінде әзірленген. Атап айтқанда, тараптар санитарлық және фитосанитарлық шараларды, техникалық реттеу шараларын тек халықаралық қағидаттар негізінде қолдауды келісті. Сонымен қатар зияткерлік меншік объектілерін қорғауға кепілдік беруге де келісті. Осылайша
Сербия дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болмаса да, халықаралық ұйымның ережелерін орындау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдады. Осы келісімді іске асыру Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде өндірілетін тауарларды өткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, қазақстандық тауарлардың Сербияға экспортын ұлғайту әлеуеті 250 миллион ақш долларын құрайды. Олар химия және мұнай химия, машина жасау және металлургия, тамақ өнеркәсібі салаларының тауарлары және құрылыс материалдары. Заң жобасын іске асыру республикалық бюджеттен қаржы қаражатын бөлуді талап етпейді және теріс әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Құрметті депутаттар, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңыз үшін рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. Рахмет. Уважаемый Бахыт Турлыханович, рассматривая сегодня соглашение, Сербии отвечает интересам всех государств, членов Евразийского экономического союза. Оно позволяет реализовать новые экспортные возможности. Соглашение также содержит достаточный набор современных регуляторных обязательств, прозрачность осуществления торговых операций. Мой вопрос. В статье 1 приложения 3 соглашения указано, что правила определения происхождения товаров применяются в целях предоставления тарифных преференций, то есть снижения или обнуления таможенных пошлин на импортные товары. В связи с этим, при этом, если товар не соответствует установленным критериям, то тарифные преференции не будут представлены. В связи с этим поясните, пожалуйста, часто ли на практике взаимные товары не соответствуют определенным критериям происхождения, ведь представление тарифных преференций является основным моментом данного соглашения. Рахмет. Спасибо большое. Действительно, элемент предоставления оригинала сертификата происхождения является ключевым моментом подтверждения и, соответственно, защиты интересов, экономических интересов, чтобы не получилось, что товар не сербский, а мы предоставляем ему обнуление или снижение импортных таможенных пошлин. Поэтому при предоставлении импортер должен как раз предоставить оригинал такого сертификата, и если он отсутствует, либо у таможенных органов есть сомнения в подлинности происхождения этого товара, то могут быть дополнительные меры применены, либо просто включаются эти повышенные установленные тарифы. И по информации органов государственных доходов, такие случаи единичны. За прошлый год было только 10 случаев таких подтверждено именно по Сербии. И, и по ним были включены дополнительные импортные таможенные пошлины на сумму доначислены на сумму порядка 20 миллионов тенге. То есть пока объем этот не очень значителен. И по одному из случаев как раз направлен дополнительный запрос в Сербию. Но в целом надо сказать, что у нас сегодня этот инструмент соглашения о зоне свободной торговли работает с рядом стран. Это все страны СНГ, Иран, Сербия и Вьетнам. И на сегодняшний день общий объем преференций, которых предоставляется, это не превышает 15% от общего объема импорта этой продукции. Но самое главное в этом соглашении является как раз пробой открытия рынка. Я уже говорил, 250 миллионов долларов – это возможность наших товаров заходить, дополнительно увеличить экспорт в эту страну. Спасибо. Рахмет. Басқа сұрақтар жоқ. Рахмет Бахыт Турлыханұлы, орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы заңының жобасы туралы министр Бахыт Турлыханұлы толығымен баяндап берді. Заң жобасының мақсаты Сербия Республикасы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасындағы өзара сауданы жақсарту үшін жағдай жасау болып табылады. Келісімнің басты міндеті алып қою тауарларының басқа Сербия Республикасының
Республикасынан Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне және осы одақ елдерінен Сербия Республикасына тауарларды әкелу кезінде кедендік әкелу баждарының күшін жою, сондай-ақ бір қатар тауарларды бажсыз әкелуге квота беру. Заң жобасы Сербия Республикасымен сауда-экономикалық қатынастарды жақсартуға және тауар айналымын арттыру үшін алғы шарттар жасауға мүмкіндік береді. Бұл ретте келісім шеңберінде әрбір тарап екінші тараптың тауарларына қатысты ұлттық режимді қолдануға міндеттенеді. Келісім тараптарға қоғамдық моральды, адамның өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында шектеулер қолдануға кедергі келтірмейді. Келісім ішкі нарықты қорғау шаралары, саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар мен тауарлардың шығару елін айқындау ережелері, зияткерлік меншікті қорғау мәселелері сияқты сауданы реттеу мен ынтымақтастықтың кең ауқымын қамтиды. Отандық кәсіпкерлер үшін қосымша экспорттық мүмкіндіктер ашылуда. Баяндамашы айтқандай келісімде Сербия дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болмай тұра, осы ұйымның негізгі нормаларын толықтыруға келіскені маңызды болып табылады. Заң жобасы бойынша тиісті жұмыс тобының отырысы, комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді. Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ. Баяндалғанды ескере келе экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті парламент мәжілісі мақұлдаған бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Сербия Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісімді ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңын, Қазақстан Республикасы Конституциясының 61 бабының 4 тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. Қолдауларыңызды сұраймын, назарларыңызға рахмет. Рахмет, Еділ Құлам-Қадырұлы. Талқылау қатысатын депутаттар бар ма? Жоқ, ендеше заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Келісімді ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Құрметті әріптестер, 5-ші мәселе. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы. Баяндама жасау үшін сөз сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға ұсынылған хаттама Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер сарапшыларының 4 жылдық жұмысының нәтижесі болып табылады. Хаттама одақтың қолданыстағы құқығындағы олқылықтарды жоюды, сондай-ақ шарттың жекелеген ережелерін нақтылауға арналған түзетулерді көздейді. Аталған түзетулер негізгі 3 блоктан құрайды. Бірінші, бәсекелестік саласындағы өзгерістер, олар превентивті сипаттағы шараларды қолдануға мүмкіндік беретін жұмсақ құқық институтын енгізумен байланысты. Бұл трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының бұзылуына жол бермеу үшін ескерту беруді және алдын ала ескерту шығаруды көздейді. Жұмсақ құқық институтын енгізу шаруашылық жүргізуші субъектілерге тергеп тексеру рәсімінсіз трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының бұзылу белгілерін өз бетінше жоюға мүмкіндік береді. Бұл одаққа мүше мемлекеттердің шаруашылық жүргізуші субъектілеріне жүктемені азайтады. Өзгерістердің екінші блогы Еуразиялық экономикалық комиссияға энергетика, техникалық реттеу, макроэкономика, бәсекелестік және ветеринария салаларында қосымша өкілеттіктер беруді көздейді. Бұл өкілеттіктер Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде қол қойылған халықаралық шарттардың, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың салдары болып табылады. Жалпы қосымша өкілеттіктер комиссия қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Мысалы, техникалық реттеу саласында комиссия кеңесіне мүше мемлекеттерді аккредиттеу жөніндегі органдардың өзара салыстырмалы бағалауды жүзеге асыру тәртібін бекіту бойынша өкілеттіктер
беріледі. Сондай-ақ комиссияның өкілеттіктері шартта көзделген, бірақ оларды іске асыру тәртібі реттелмеген жағдайлар бойынша қолданыстағы нормаларды нақтылауға бағытталған түзетулер де бар. Үшінші блок техникалық түзетулер. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тараптардың тұрақты практикалық өзара іс-қимыл нормаларда неғұрлым толық және дұрыс қолдану мақсатында шарттың жекелеген бөліктерін түзету қажеттігін анықтады. Бұл негізінен олқылықтарды жоюға және Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт ережелерінің редакциясын нақтылауға бағытталған техникалық сипаттағы түзетулер. Құрметті депутаттар, қорытындылай келе, заң жобасы республикалық бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейтін және теріс әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайтынын атап өткім келеді. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Рахмет, Бақыт Тұрлыханұлы, орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззат Тұяқбайқызына беріледі. Құрметті Маулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, қарастырып отырған заң жобасы туралы министр Бақыт Тұрлыханұлы толығымен баяндап берді. Заң жобасының мақсаты Еуразиялық экономикалық одақтың 2014 жылғы 29 мамырдағы шартының ережелерін жетілдіру және оның ережелерін Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексінің ережелерімен үйлесімдігін қамтамасыз ету болып табылады. Заң жобасының негізгі міндеттері Еуразиялық экономикалық одақтың қолданыстағы құқығындағы бар олқылықтарды жою, Еуразиялық экономикалық комиссияға энергетикалық ресурстардың ортақ нарықтарын қалыптастыру шеңберінде ұйымдастыру техникалық қамтамасыз ету, Еуразиялық экономикалық одақ актілерінің мониторингі, актілерді бекіту және техникалық реттеу, макроэкономика, бәсекелестік және ветеринария салаларында белгілі бір функцияларды жүзеге асыру бойынша қосымша өкілеттіктер беру. Заң жобасын қабылдау кезінде күтілетін нәтижелер: энергетикалық ресурстардың ортақ нарықтарын қалыптастыру, Еуразиялық экономикалық одақ актілерінің мониторингі, актілерді бекіту және техникалық реттеу салаларындағы жекелеген функцияларды жүзеге асыру шеңберінде Еуразиялық экономикалық комиссияның ұйымдық техникалық қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктерін кеңейту. Еуразиялық экономикалық одақ шартының терминологиясын нақтылау, аванстық төлемдерді кедендік әкелу, арнайы демпингке қарсы өтемақы баждарын төлеу есебіне есепке жатқызу, мүмкіндігіне қатысты олқылықтарды жою, мүше мемлекеттердің өз заңнамаларында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында бәсекелестік қағидаларын бұзған үшін ескерту беру және алдын ала ескерту шығару тәртібі мен негіздерін белгілеу. Келісімді ратификациялау мемлекеттік бюджеттен қаржы қаражатын бөлуді талап етпейді. Сенаттың тұрақты комитеттерін осы заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстары жоқ. Баяндалғанда ескере келе экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті парламент мәжілісі мақұлдаған 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының Конституцияның 61 бабының 4 тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Ләззат Тұяқбайқызы. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма? Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлына беріледі. Рахмет, Маулен Сағатханұлы. Жақында қауіпті вирус табылды деген себеппен қазақстандық томат пен бұрыш өнімдерін Ресейге кіргізуге тыйым салынды. Бұл жағдайда біз сауда министрлігінің әрекетін толығымен қолдаймыз. Бірақ мұндай сауда соғыстарында басты дәлел тауардың сапасын ғылыми растау болып табылады. Ал біздің зертханалық базамыз ешқандай сын көтермейді. 10 жыл бойы біз өсімдіктер карантины зертханасын жөнді ұйымдастыра алмай келеміз. Не заманауи база, не зерттеудің қазіргі әдістерін меңгерген кәсіби мамандар жоқ. Тіпті сол вирусты талдау үшін ПТР тестілерін Ресейден, яғни бізге сауда кедергілерін тудырып отырған елден сұрап алдық. Біз өз бизнесімізді қорғау үшін және одақтың толыққанды мүшесі болғанымыз келсе, осылардың барлығы өзімізде болу керек. Мен осы жұмысқа жауапты лауазымды
тұлғаларға кеңес бергім келеді. Мәскеуге барып, бүкіл ресейлік өсімдіктер карантині ғылыми зерттеу институтын қалай жұмыс істейтін көрсеңіздер, сонда біздің қаншалықты артта қалғанымызды түсінесіздер. ГМО өнімдерін зерттеу жүйесі жағдайында да қатысты осы жайтты айтуға болады. Сондықтан елімізге гендік модификацияланған тамақ өнімдерінің және тұқымдық материалының кіруі қаупі өте жоғары. Көрсетілген мәселелердің экономика және азаматтарымыздың денсаулығын қорғау үшін ерекше маңыздылығын ескере келе, сараптамалық қызмет көрсететін барлық зертханаларға жан-жақты тексеру жүргізіп, оларды қазіргі заманғы деңгейде кадрлық, техникалық және әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етіп, мемлекетіміздің сараптама жүргізетін мекемелерін жаңғырту жөнінде тиісті шаралар қабылдау қажет деп санаймын. Құрметті Бақыт Тұрлыханұлы, өкілетті органның басшысы ретінде осы мәселені өзіңіз бақылауға алсаңыз. Рахмет. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Осы заң бойынша шақырылған азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, 6-шы мәселе. Нотариат мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы. Бұл заң жобасын парламенттің бір топ депутаты әзірледі. Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. Қадірлі Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, назарларыңызға парламент депутаттары бастамашылығымен дайындалған Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылып отыр. Бүгінгі күні елімізде қызметі жүйелі, кәсіби қалыптасқан нотариаттық қызмет атқарылады. 17 аймақтық бір республикалық нотариаттық палатада 4267 нотариус қызмет атқаруда. Заманауи нотариат қызметін одан әрі нормативтік реттеу үшін жаңа қажеттіліктер туындап отыр. Мақсат осы салада азаматтардың заңды мүдделерін қорғаудың құқықтық жүйесін одан әрі жетілдіру. Жобада нотариаттық акт ұғымын енгізу, нотариаттық құпияны регламенттеу, басқару органдарының өкілеттіктерін нақтылау, жаңа нотариаттық іс-әрекеттерді енгізу, электрондық нотариат қалыптастыру тағы да маңызды нақтылаулар бар. Басты мәселе ол осы саланы цифрландыру. Құжаттардың электрондық нысанда сақталуын, есепке алынуы мен пайдаланылуын қамтамасыз ететін электрондық жүйе репозитарий құру көзделіп отыр. Бұл жерде заң жобасы қағаздағы құжат пен электрондық құжаттың тең мәнділігін куәландыруды қамтамасыз етуді де міндеттеп отыр. Нотариаттық құжатқа QR-код беріледі, қысқаша айтқанда осы негізде сақталады, түп нұсқалығы расталады. Осы репозитарий 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге аса бастауы тиіс. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеге мәліметтерді енгізу, қол жеткізу, пайдалану, қорғау тәртібін уәкілетті органдар нақты регламенттеп айқындауы тиіс. Бұл бағытта Әділет мен цифрландыру министрлігі республикалық палата алдында осы қызметті сауатты үйлестірудің үлкен міндеттері тұр. Келесі мәселе, нотариусқа қосымша өтеулі негізде заң көмегін көрсету құқығы беріліп отыр. Нотариаттық әрекеттер жасауға тікелей байланысты емес, құқықтық сипаттағы ауызша және жазбаша консультациялар жүргізу, мәмілелер жобаларын өтініштер мен басқа құжаттардың жобасы бойынша көмек көрсетіледі. Бұл жерде нотариаттық қызмет түрлері кеңейеді және халықтың құқықтық сауаттылығының артуына біршама ықпал етеді деп күтілуде. Үшіншіден, осыған дейін жарғыға ғана сүйенетін палатаның басқару органдары енді заң жүзінде бекітілмек. Жоғарғы орган республикалық нотариаттық палатаның съезі, атқарушы орган палатаның басқармасы, бақылаушы орган ревизиялық комиссия.
Нотариустардың қызметтеріне шағымдарды қарайтын тәуелсіз тәртіптік комиссия құрылады. Комиссия Республикалық нотариаттық палатаның съезінде сайланып, оған есеп беретін болады. Ақпарат үшін айтып кету керек, 20-шы жылы ғана 33 нотариустың лицензиясы әртүрлі себептермен уақытша тоқтатылды. Енгізіліп отырған өзгерістер нотариустар мен заңгерлермен кездесу барысында туындаған ұсыныстардың нәтижесі. Заң жобасы Сенаттың барлық комитеттерінде толыққанды талқыланды. Жалпы 90-нан астам өзгерістер енгізіліп отыр. Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық құқықтық салдарға әкелмейді және республикалық бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздемейді. Осыған орай, құрметті әріптестер, баяндалғандарды ескере отырып, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Мусин Дүйсенғазы Мағауиялына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым Әділет министрлігінің өкілдеріне арналады. Заң жобасының жаңашыл нормаларының бірі бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйені құру болып табылады. Бұл ретте нотариаттық әрекеттер туралы мәліметтерді осы жүйеге енгізу міндеттемелері нотариустар мен уәкілеттілік берілген тұлғаларға жүктеліп отыр. Осы мәселеге қатысты төмендегідей сұрақтар туындайды. Бірінші сұрақ. Мәліметтерді жүйеге енгізуге қатысты міндеттемелерді орындамаған жағдайда аталған тұлғаларға қандай жауапкершілік жүктеледі? Заң жобасында бұндай жауапкершіліктер белгіленбеген, осыған байланысты мәселе қалай шешіледі деп ойлайсыз? Екінші сұрақ. Нотариат туралы заңның 35-ші бабына сәйкес елді мекенде нотариус болмаған жағдайда аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтың әкімі аппаратының уәкілетті лауазымды адамы өсиеттерді, сенімхаттарды, құжаттар көшірмелерін және олардан алынған үзінділердің дұрыстылығын куәландыру бойынша нотариаттық іс-әрекеттерді жасайды. Ауылдық жердегі интернет байланысының жағдайы сын көтермейтіні бәрімізге белгілі. Сондықтан да ауылдық жерлерде аталған жүйені пайдалану және жүйеге мәліметтерді енгізу мәселелері қалай шешіледі? Рахмет. Рахмет. Азамат Қалимеденұлы, екі сұрақ, жауап беріңіз. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден бірінші сұраққа жауап берейін. Мәліметті ақпарат жүйеге уақытында кіргізбеу үшін нотариустар тәртіптік жауапкерлігі көзделейді. Ал екінші сұрақ бойынша заң жобасында жекеше нотариустар ғана электрондық реестр жүргізеді. Ал ауылда нотариаттық іс әрекеттері бұрынғыдай әкімдіктер қағаз жүзінде жасайды. Бірақ та біз ойлаймыз, интернет барлық ауылға барса, біз 1-2 жылдың ішінде интеграцияны жасап, оларды ақпарат жүйеге қосамыз. Рахмет. Екінші сұраққа жауап түсінікті, қағаз күйінде жасайды деп енді айтып отырсыз. Бірінші сұраққа байланысты. Жауапкершілік бар дейсіз. Қандай жауапкершілік? Тәртіптік жауапкершілік. Мәулен Сағатханұлы. Қызы. Тәртіптік жауапкершілік қарастырылған. Бұл мәжілісте де қаралды, әріптестер де қойды. Бұл тиісті мәліметтері уақытылы электрондық жүйеге өткізбеу деген өте маңызды дүние. Сондықтан да әкімшілік кодексінің шеңберінде келешекте қаралуы тиіс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақтар жоқ. Рахмет, Ләззат Жаңылысқызы, орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Айтбаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар, цифрлық Қазақстанның дамуы жағдайында ұлттық заң цифрлық экономика қажеттіліктеріне белсенді бейімделуде. Нотариаттық іс-әрекеттің инновациялары туралы қарастырылып жатқан заң жобасы осыны дәлелдейді. Оның негізін құраушы нормалар адамға қызмет ету мақсатындағы конституциялық принциптерге негізделген. Нотариаттық құпияларды сақтау міндеті жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық туралы конституциялық ережеге сәйкес келеді.
Сонымен бірге нотариатты құпияны ашпауға жатпайтын толық тізімді белгілейді. Уважаемые коллеги, если примем закон, что ожидается? Первое, для государства. Нормы ответственности за ненадлежащее качество оказания нотариальных услуг населению еще раз подчеркнут, что нотариус, занимающийся частной практикой, является носителем публично-властных полномочий, гарантом законности, беспристрастности при совершении нотариальных действий от имени государства. В частности, это статья о конкретизации дисциплинарных проступков в интересах по воле и желанию обратившихся лиц, обеспечивает государственную защиту в регулировании общественных отношений. Для общества усиливаются социальные функции нотариуса и информативность интернет-ресурса нотариата. Для человека озвученные предлагаемые докладчиком нормы – это реалии удобства, экономии, средств и скорости. Теперь за один поход к нотариусу граждане могут решать целый комплекс правовых и организационных вопросов, получая при этом максимальную гарантию защиты своего имущества и средств. Обязательным в работе нотариуса в рамках сделок и наследственных прав стало внесение сведений в регистр недвижимости. Поможет нотариус и срочно передать документы в другую местность. Можно сразу и обговорить, к какому нотариусу направить, чтобы адресат быстро получил. Это надежно, экономично, чем направлять почтой и курьером. Созданный им электронный документ имеет ту же юридическую силу, что бумажный. Но технологии не могут заменить право. И пока остаются проблемы с интернетом. Поэтому при новой функции единой нотариальной информационной системы, где лица смогут безвозмездно получать сведения из системы в отношении себя, Республиканской нотариальной палате и ее цифровым партнерам, а их 16, следует решить проблему сохранности и защиты информации, создать САО НИТ систему превентивных мер по противодействию разработке, внедрению схем противоправного использования указанной информации в преступных целях. Наследственные отношения и сделки не останавливаются даже в тяжелый период пандемии. Изменения в сфере нотариальной деятельности являются настоятельной потребностью времени. Құрметті әріптестер, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті заң жобасын қабылдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Сәуле Мұхамедианқызы. Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу. Рахмет, құрметті төраға. Құрметті әріптестер, через 2 дня, 30 января, исполняется 25 лет начала работы профессионального двухпалатного парламента Республики Казахстан. За это время на основе действующей Конституции принято более 3000 законов. По состоянию на 1 января 2021 года в стране действует 11 конституционных законов, 20 кодексов и 268 законов. Выступая на открытии первой сессии парламента 7-го созыва 15 января текущего года, президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев поставил перед депутатским корпусом задачу по комплексному совершенствованию законодательной системы страны. Принятый еще в 1997 году закон о нотариате, очень важный правовой институт, для развития которого нужна наша законодательная поддержка. На сегодняшний день в Казахстане 4267 нотариусов. В 2020 году ими совершено более 9 миллионов нотариальных действий. 2 миллиарда 774 миллионов тенге перечислено ими в качестве налогов в бюджет. В случае принятия закона, инициированного депутатами парламента, заработает такой институт, как нотариальная тайна и ответственность за нарушение обязанностей ее соблюдения. Цифровизация нотариальной деятельности позволит обеспечить оперативность, прозрачность и законность совершаемых нотариальных действий, в том числе и при совершении сделок в электронной форме при помощи электронной цифровой подписи.
а введение нотариального действия по удостоверению равнозначности оригинала бумажного документа и его электронной версии позволит мгновенно передать документ из одного конца страны в другой в электронном виде с сохранением его юридической силы. Можно с уверенностью сказать, что реализация поправок, внесенных в закон, даст возможность нотариату в Казахстане выступать в роли полноценного многофункционального института гражданского общества, призванного обеспечивать охрану и защиту прав граждан и собственности в современную эпоху высоких технологий. Уважаемые коллеги, прошу поддержать рассматриваемый законопроект. Спасибо. Спасибо. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Нотариат мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Құрметті әріптестер, қабылданған заң елімізде нотариат институтын одан әрі жетілдіруді көздейді. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл салада жұмыс істейтін 4 мыңнан астам нотариус бар. Осы заң халыққа нотариаттық қызмет көрсету кезінде цифрлық технологиялардың қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ нотариаттық қызметке қойылатын талаптарды күшейтуге құқықтық негіздер қалыптастырады. Құжатқа енгізілген жаңа нормалардың негізгі мақсаты нотариаттық іс-әрекеттер кезінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету. Сондықтан алдағы уақытта заң ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Осы заңға бастамашы болған әріптестерімізге алғыс айтамыз. Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді депутаттық сауалдарға көшейік. Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. Рахмет, Маулен Сахатханулы. Запрос адресован председателю Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Курмете Мадина Ярасовна, практически всеми ломбардами во всех регионах страны не соблюдаются требования по предельному размеру годовой эффективной ставки вознаграждения, которая не должна превышать 100% от суммы займа. Отдельными ломбардами ставка вознаграждения завышается в десятки раз выше установленного предела, а в некоторых случаях в договорах займах не указывают размер ставки. Еще одним из распространенных нарушений является превышение предельного размера неустойки, штрафы, пени за нарушение обязательств по возврату займов. Кроме того, имеется ряд следующих проблем и пробелов в законодательстве данной сферы. В нарушение требований реализация залоговых изделий проводится формальными публичными торгами, а в отдельных случаях без их проведения. Кроме того, остаток от реализованной суммы практически всеми ломбардами залогодателям не возвращается, а соответствующие уведомления в их адрес о продаже предметов залогов не направляются. Недобросовестными ломбардами во избежание признания сделок недействительными вместо завышенных размеров ставки вознаграждения в договорах займа предусмотрены комиссии по их обслуживанию, оплачиваемых в пользу третьих лиц. Большая часть ломбардов не удовлетворяет о начале своей деятельности, так как эта норма исключена в связи с внесением изменений в закон о микрофинансовой деятельности. Далее, правилами осуществления торговой деятельности ломбардов предусматривается необходимость уведомления ломбардами органов внутренних дел о заложенных вещах, находящихся в ломбарде более 1 месяца по истечении срока погашения займа. А на деле же данная норма фактически не работает. В целях противодействия отмыванию преступных доходов не разрабатываются правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также не производится подготовка и обучение работников. Бездействие ряда госорганов, на которые были возложены отдельные контрольно-надзорные функции за деятельностью ломбардов.
факты уклонения от уплаты налогов. Указанные нарушения прав заемщиков приводят к непосильным финансовым издержкам и психологическому стрессу заемщиков, особенно в период проведения карантинных мер. На основании изложенного прошу предоставить информацию. Первое. О возможности создания единой информационной системы для контроля за деятельностью микрокредитных организаций, имеющих функции регистрации сделок по микрозаймам в режиме онлайн с автоматическим направлением сведений в акционерное общество «Государственное кредитное бюро». Второе. О возможности создания единой платформы для проведения публичных торгов заложенного имущества с автоматическим и обязательным уведомлением собственников. Третье. О принудительной реорганизации либо ликвидации ломбардов, которые не прошли учетную регистрацию. Четвертое. Совершенствование законодательства в регламентации размеров комиссии при выдаче займов, а также установление требований безопасности и технической укрепленности. Полный текст депутатского запроса прилагается. С уважением, Лукин. Благодарю за внимание. Спасибо. Келесі сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Мамин мырзаға. Өзіңізге мәлім Батыс Қазақстан облысының оңтүстік аудандары Ресей Федерациясының облыстарынан еділдің суын алуға кеткен шығындарды өтеуге мәжбүр. Облыстың негізгі бағыты мал шаруашылығы. Олай болса мал шаруашылығын дамытуды сусыз көзге елестету мүмкін емес. Облысымыздың оңтүстік бөлігінде орналасқан Бөкейорда, Жәнібек, Казталов, Жаңақала аудандарындағы 80 мыңнан астам халықтың жанайқайын депутаттық сауал арқылы жеткізуді жөн санадық. Бұл мәселе бүгін ғана көтеріліп отырған жоқ. Бұған дейін де бұқаралық ақпарат құралдары бірнеше рет көтерген болатын. Егемен Қазақстан газетінің бетінде жарық көрген Жаңақаланың жағдай алаңдатады мақаласы осы мәселеге арқау болған болатын. Өкінішке орай аталған мәселе әлі шешімін таппай отыр. Ал мәселені нақтырақ баяндайтын болсақ, облысымыздың оңтүстік аудандарына Ресей Федерациясының Саратов, Волгоград облыстарынан Еділ өзенінен үлкен және кіші өзендерге келетін судың мөлшерінің күн санап азаюы. Оның себебі соңғы жылдары қайталанып отырған құрғақшылық, суға деген тәуелділік. Себебі Қазақстан тарапы Еділ өзенінен суды алуға байланысты шығындарды республикалық бюджет есебінен өтейді. Бүгін күні бөлінген қаражат Саратов каналы арқылы 54 миллион текше метр, Волгоград облысынан Паласов жүйесі арқылы 21 миллион текше метр су алуға жетеді. Қосымша қажеттілік 131 миллион текше метрді құрайды. Қолданыстағы 1 текше метр суды алуға жұмсалған шығынның орташа тарифі 4,16 рубль немесе 26 теңге. Қалыптасқан жағдай судың жоқтығынан емес, керісінше Ресейдің бізге беруге дайын судың шығындарын өтеуге қаражаттың шешілмеуімен байланысты болып отыр. Әрине, мәселе шешімін таппай жалғаса беретін болса, қолдарындағы азын шоғын малдарына қарап отырған қарапайым халық қалай күн көрмекші. Шаруа қожалықтарының өздеріне мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен алыс жақын шетелдерден асыл тұқымды малдар сатып алуға басымдық бергенімен, судың жетіспеушілігі ендігі бар малдан айырып қаламыз ба деген қауіпті одан сайын күшейте түсуде. Су мәселесінің күрделілігі соншалықты, шаруа қожалықтары амалсыздан мал азығын дайындау үшін лимандарға шығатын суды шектеуге мұқтаж. Яғни мал суаруға жетсе жақсы деп өлместің күнін кешуде. Үлкен және кіші өзендерінің тартылу айналасындағы шағын көлдердің жойылуына себеп болып отыр. Және өзен бойындағы орналасқан кішігірім су қоймаларының барлығы да қазір бос тұр деуге болады. Ол өз кезегінде сулардың таяздануына, минералдануына, ластануына және балықтар мен малдардың қырылуына әкеп соғуда. Бұған қоса ауа райының қолайсыздығына байланысты соңғы 7 жыл бойы өзендерге жылда түсетін көктемгі су тасқындарының болмауда мәселені ушықтыруда. Қазір облысымыздағы барлық мал басының 3/1 оңтүстік аудандарда шоғырланған ескерсек, судың тапшылығы мал шаруашылығымен айналысуға қиындық туғызумен қатар, мемлекет басшысының балық шаруашылығын дамытуға берген тапсырмасының орындалуына да кері әсерін тигізбекші. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, жоғарыдағы баяндалғандарды ескере отырып, былтыр 2021-2023 жылдарға арналған бюджетті қабылдау кезінде бұл мәселе қолдау таппады. Сондықтан 2021 жылдың ақпан-наурыз айларында бюджетті нақтылау кезінде облысқа жетіспейтін 131 миллион текше метр көлеміндегі суды алуға қосымша 3 миллиард 500 миллион теңге қаражат бөлуге ықпал етеді деген сеніммен халық үміт етуде. Депутаттық сауалға жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Батыс Қазақстан облысынан сайланған парламенттің бір топ депутаттары және Дүйсенбаев, Жұмағазиев. Рахмет. Рахмет. Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновне.
Спасибо, уважаемый Маулян Сагатханович. Наш депутатский запрос адресован премьер-министру Республики Казахстан Мамину Аскару Узакбаевичу. Для обеспечения в Казахстане школьников и преподавателей полноценным учебным процессом главой государства в рамках своего послания «Казахстан новой реальности. Время действия» от 1 сентября 2020 года было поручено разработать единую интегрированную образовательную онлайн-платформу с набором всех функций, необходимых для полноценного учебного процесса. Действительно, сегодня в стране используется несколько интернет-платформ, приспособленных для учебного процесса и дистанционного обучения. Это Кунделик, Билим Ленд, Дарын онлайн, Сфера и другие. При этом надо отметить, что среди отмеченных систем только автоматизированная информационная система Кунделик в соответствии с договором о государственно-частном партнерстве республиканского уровня, заключенным до 2030 года с Министерством образования и науки, финансируется полностью за счет средств частного инвестора и услуги предоставляет бесплатно. С учетом ситуации по пандемии коронавируса, которая вызвала острую необходимость в ускоренном переходе на дистанционное обучение, все изменения и дополнения в образовательных сервисах Кунделик реализованы в полном соответствии с условиями и пунктами, предусмотренными договором о ГЧП. Наряду с этим существует также практика, когда определенные образовательные интернет-платформы, дублируя часть функционала Кунделик, предоставляют свои услуги на платной основе для целого ряда управления образования и общеобразовательных школ за счет бюджетных средств. Более того, возникает негодование со стороны учителей, родителей и учеников, которые констатируют увеличение нагрузки в связи с работой в нескольких системах и понимание пользователей, где отслеживать академическую успеваемость учащихся. Уважаемый Аскар Узакбаевич, учитывая сложившуюся ситуацию в стране с дистанционным обучением, просим вас предоставить ответы на следующие вопросы. Первое. На какой стадии реализация поручения главы государства по созданию единой интегрированной образовательной онлайн-платформы? Второе. Какова практическая ценность дублирования бесплатного функционала Кунделик в других платных системах и эффективность расходования бюджетных средств, если те же бесплатные услуги приобретаются у других компаний в различных регионах за счет бюджетных средств? Третье. Соответствует ли стандартам и требованиям Министерства образования и науки образовательные сервисы, реализуемые другими интернет-платформами? Четвертое. Какие требования предъявляются к организациям по доступу для создания и реализации образовательной онлайн-платформы? И пятое. Обеспечена ли информационная безопасность персональных данных пользователей на сервисах частных компаний? С уважением, депутаты Комитета по финансовому бюджету. Спасибо. Сөз депутат Лукпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. Ахмед. Наш депутатский запрос адресован премьер-министру и касается следующего. Одним из ключевых направлений диверсификации экономики Казахстана является развитие транзитно-транспортного потенциала страны. В послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран, компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. На сегодняшний день Казахстан является одной из движущих сил торгово-экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, наша страна неотъемлемая и важная часть трансевразийских экономических коридоров в рамках инициированного Китаем проекта «Один пояс и один путь». В данном контексте особого внимания требует развитие железнодорожной отрасли, так как железнодорожные перевозки являются наиболее емкими и безопасным способом транспортировки товаров на дальние расстояния. Анализ ситуации в данной сфере свидетельствует о наличии определенных проблем. В настоящее время значительная часть вагонов Казахстанского железнодорожного парка находится в изношенном состоянии. В этой связи обращает на себя внимание пополнение с недавнего времени данного парка российскими вагонами с конструктивной скоростью 160 км в час. В соседнем Узбекистане с 2011 года по настоящее время эксплуатируются электропоезда Афросиап, модернизация Тальга, скорость которых составляет 250 км в час. В сфере грузовых железнодорожных перевозок сохраняется проблема, связанная с перекрестным субсидированием социально значимых грузов за счет высокодоходных грузов, а также пассажирских перевозок за счет грузовых. По имеющим данным, в 2019 году
78% грузооборота перевезено по тарифам ниже себестоимости, а также более 70%, 46 миллиардов тенге, затрат на пассажирскую локомотивную тягу были покрыты за счет грузовых перевозок. Казахстан значительно отстает от других стран в развитии сети железных дорог. Эксплуатационная длина железнодорожного пути общего пользования Казахстана составляет 16 364 километра. Из них только 4-2 тысячи километров приходится на электрифицированные линии. Например, протяженность железной дороги сети России составляет более 85 тысяч километров. При протяженности электрифицированных линий 43,7. Во Франции, территория которой в 5 раз меньше Казахстана, протяженность железных дорог составляет 29 тысяч километров. Из них 15 тысяч километров составляют электрифицированные линии. Серьезную обеспокоенность вызывает внешний долг главного оператора железнодорожной отрасли, равный 1,9 триллионов тенге. При этом государственные субсидии за последние 5 лет составили 171 миллиард тенге. Как известно, с 2001 года Казахстан Темиржолы в качестве национального транспортно-логистического холдинга обеспечивает сервисы и инфраструктуру не только железнодорожного, но и автомобильного, авиационного и морского транспорта. До недавнего времени в его управлении находились аэропорты, автодорожный сектор, Международный центр пограничного сотрудничества «Харгос». Известно, что только в 2017 году была предоставлена финансовая помощь международному аэропорту в городе Астане в размере 27,5 миллиардов тенге. На сегодня компания продолжает управлять морским портом в Актау. Несмотря на прогрессивность целей и задач определенных программных документов по развитию железнодорожной отрасли, их реализация ведется недостаточными темпами, а порой отсутствует последовательность при принятии решений. На протяжении длительного времени, несмотря на постоянную потребность в государственном субсидировании, затрачиваются значительные средства на развитие сторонних проектов в ущерб основному направлению деятельности. В результате, на наш взгляд, не удается в полной мере сфокусироваться и обеспечить поступательное развитие железнодорожной отрасли. Реализация задач государственной программы инфраструктурного развития «Нурлжол» на 2020-2025 годы не нацелена на региональное лидерство Казахстана в сфере транзитных перевозок, а также экономическую безопасность страны, требует принципиально новых подходов, основанных прежде всего на общепризнанном мировом опыте. Принимая во внимание вышеизложенное, просим правительство дать ответы на следующие вопросы. Первое. Какие меры предпринимаются в сферах модернизации подвижного состава, увеличение скоростных возможностей дорожных перевозок, электрификация путей в контексте форсированного развития транспортного потенциала страны? Второе. Чем объясняются значительные затраты на непрофильные проекты при постоянной потребности в государственном субсидировании? Третье. Планируется ли отход от практики перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых перевозок? И последнее. Какие принимаются меры по повышению конкурентоспособности национального железнодорожного грузоперевозчика? Просим дать письменный ответ. Спасибо. Депутаты Лукпанов, Ершов. Рахмет. Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Баршаңызға рахмет. Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын.